Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қайтарымсыз 400 айлық есептік көрсеткіштегі грант жайлы айтатын боламын. Биылғы жылы 2024 жылы 1.476.800 теңгені құрайды. Бұл грант бұл МРП-ның өсуіне байланысты. Грант қаражаты ісін жаңа бастаған, жекелеген әлеуметтік санаттарға жататын азаматтарға өз бизнес әлеуетін іске асыруға, жолға қоюға, дамытуға, тұрақты табыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Гранттар келесі бағыттарда қолдану үшін беріледі. Қажетті мүкәммалды еңбек құралдарын, технологиялық жабдықты, жануарларды, малдарды, құстарды, көшеттерді, боталарды, тұқымдарды, көшеттерді сатып алу, үй-жайларды жалға алу ақысын төлеу мақсатында ғана беріледі. Яғни сіздер оборотқа берілмейді, айналым қаражатына берілмейді. Бұл грант тек қана осы аталған көрсеткіштері бойынша беріледі. Сіздер алған грантыңызды осы еңбек құралдарын, технологиялық жабдықтарды, жануар, құс, көшеттерді ғана алуға ғана жұмсай аласыздар. Қалған жем-шөп бар, мысалы, өндіріс үшін қажетті шикізат бар, барлығын сіздер өз қаражатынан іске асырады деп көрсетеміз. Гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскесін сатып алуға, акцизделетін өнімдерді өндіруге берілмейді. Яғни акцизделетін өнімдер дегеніміз бұл бізде алкоголь өнімдері. Гранттар алудың негізгі шарттары. Гранттар 2 санат бойынша беріледі. Жұмыспен қамтудың тіркелген жұмыссыздар және жеке кәсіпкерлер кәсіпкерлігіне 3 жыл толмаған. Яғни 3 жылға дейінгі кәсіпкерлер қатыса алады. Жаңа стартовый кәсіпкерлер қатыса алады. Сонымен қатар әлеуметтік санаттар бойынша беріледі. Бұл жұмыспен қамту санатының, мысалы, сіз жұмыссыз болсаңыз, осы әлеуметтік санаттың біреуіне кірсеңіз, қатысу мүмкіндігіңіз бар. Немесе 3 жылға дейін кәсіпкерлігіңіз болса, осы келесі әлеуметтік санаттардың біріне жатуыңыз керек. Олар әлеуметтік санаттар дегеніміз көп балалы тұлғалар, көп балалы жәрдемақы алушылар, жұбайы, зайыбы. Екінші, атаулы әлеуметтік көмек алушы аз қамтылған адамдар және олардың отбасы мүшелері алады. Мүгедек адамдар, мүгедек болғанда жұмысқа қабілетті, жұмыс істеуге болатын мүгедектер. Бірінші топтағы мүгедектер бұл грантқа қатыса алмайды. Қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар қатыса алады. Мүгедек баланы тәрбиелеуші жәрдемақы алатын адамдар, жұбайы, зайыбы алады. Қандас қолданыстағы мәртебесі бар адамдар, яғни сіздер эгофтан көрсеңіздер, қандас деген мәртебеңіз болса, сіздер бұл грантқа қатысуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл грантқа қатысу үшін бастау бизнес сертификатынан өтуіңіз керек. Бұл сертификаттың уақытысы 3 жыл жарамдылығы. 3 жылдан асып, соңғы 3 жылды есептейсіз. Сол соңғы 3 жылда асып кетпеу керек сіздердің мерзімі бастау грант сертификатын, және де бизнес план өзінің осы гранттың шаблоны бойынша жасалады. Менде сертификат, бизнес план, грантқа өтініш тастау қызметтері бар. Қажет болса, WhatsApp номерімді тастап қоямын. Барлығы заң аясында, заңды түрде бухгалтерлік есептері толыққанды есептеліп толтырылатын болады бизнес планда. Баршаңызға сәттілік. Сертификат қажет болса да WhatsApp номерін қалдырып қоямын. Жазып отырсаңыздар болады.